Қадірменді әріптестер, бұл өзгерістер әділетті Қазақстанның жаңа саяси архитектурасы. Партиялық тізім арқылы жасақталған кәсіби құрылтай мен конституциямен қорғалған халық кеңесі біздің мемлекеттілігіміздің қос қанаты болмақ. Осы екі бағыт реформаларыңыздың негізін құрайды дегенімізде артық болмас. Қоғамда талқылау барысында түрлі пікірлер айтылуда, тіпті қызу дискуссиялар да толастар емес. Бірақ біздің басты мұратымыз мемлекет басшысы айтқан халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасын заң жүзінде іске асыру. Әлихан Бөкейхановтың ұлтқа қызмет ету білімнен емес, мінезден деген сөзі бар. Бүгінгі реформа бізден тек білімді ғана емес, елдің болашағы үшін жауапкершілік алатын саяси мінезді талап етеді. Қазір тек сын айтып қана қоятын емес, жауапкершілікті бірге арқалайтын, президенттің айналасына жұдырықтай жұмылып, ел болашағы үшін бірлесетін уақыт. Ауыл партиясы халық жүктеген осы тарихи реформаларды жүзеге асыру үшін өзінің барлық кәсіби әлеуетін жұмсауға дайын. Біз ауылдағы ағайынның сеніміне адал болып, ел үмітін іспен ақтауды басты борышымыз деп қабылдаймыз. Ортақ мақсат жолында бірлесе қызмет етейік.